Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 101-ші сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бізде тақырып екі амалмен шығарылатын есептер. Бірінші тапсырмаға қарай есепті шығар дейді. Мектепте қазақтың салт дәстүрлері деп аталатын сайыс өтті. Оған әр сыныптан 4 баладан 8 сыныптың оқушылары қатысты дейді. Бірінші сайыстан кейін 12 оқушы шығып қалды. Сайыстың келесі айналымда неше бала өтті дейді. Әр сыныпта 4 баладан болса, қатысқан 8 сынып және шығып қалған 12 оқушы. Өткені қанша екенін сұрап тұр. Енді бұл жерде біз әр сыныппен қатысқан балаларды бірінші көбейтіп алайық. Сонда ол мәніміз 32 шығады. Енді шыққан 32 мәнімізді шығып қалған 12 оқушыны азайтатын боламыз. Сонда 20. Жауабы 20 баламыз өтті екен. Келесі екінші тапсырма есепті шығар дейді. Айнұрдың 43 теңгесі бар еді. Ағасы оған тағы 57 теңге берді. Бұл ақшаға Айнұр 2 құрт сатып алды дейді. Бір құрт неше теңге тұрады дейді. Бар еді 43 теңге, тағы берді 57 теңге, сатып алған 2 құрт. Бір құртымыздың бағасын бөлу керек. Демек, біз 43-мізбен 57-мізді қосамыз, сонда 100. Енді шыққан 100 мәнімізді мына 2 құртқа бөліп жібереміз, сонда 50 теңге. Сонда бір құрттың бағасы бізде 50 теңгеге шығады екен. Үшінші тапсырма есепті шығар дейді. Екі тәрелкеде 28 бауырсақ болды дейді. Тәрелкелердің бірінен бірнеше бауырсақ алғаннан кейін 2 тәрелкеде 7 бауырсақтан қалды. Тәрелкелердің бірінен неше бауырсақ алынды дейді. Бірінші тәрелкеде бізде белгісіз болып, алғаны белгісіз болып тұр, алғаны белгісіз, қалды бізде 7 бауырсақ. Енді бізде барлығы негізі 28 бауырсақ. Бұл жерде 7 бауырсағымызбен 7-мізді қосып, ол мәніміз 14-ке тең болады. Енді барлығының 28 болып тұр, бізде сол 28-мізден шыққан мән 14-ті азайтайық. Сонда ол мәніміз 14-ке тең. Жауабы сонда 14 бауырсақ алынды екен. Төртінші тапсырма мына өрнектер бойынша есеп құрастырып және оны шығар дейді. 40 бөлінген 5 қосылған 20. Енді біз бұған былай құрастырсақ болады. Дүкенге 40-нан әкелінді. Тоқаш 5 есе кем, бәліш 20. Енді бұл жерде бізде 40-ты бөлек 5-ке әкелінген бағасы ол бізде 8. Енді бәлішімізбен шыққан мәнімізді қостық, ол бізде 28. Енді мына есепті құрастырайық. 40 бөлінген, осы есепті құрастырып жазайық. 40 бөлінген 5 қосылған 20. 40-ты 5-ке бөлейік, ол бізде 8. 8-ді 20 қоссақ 28. Жауабы 28 тоқаш пен бәліш әкелінді екен. Бесінші тапсырма есепті шығар дейді. Театрдың 2 кассасында концертке 800 билет болды дейді. Бірінші кассадан 200 билет сатылғанда, онда 100 билет қалып қойды. Алғашында кассаларда неше билеттен болды дейді. Бізде 2 кассада 800 билеттен сатылды, 200 қалды 100 билетіміз. Енді әр кассаны табуымыз керек. Бірінші сатылған 200-бен және қалған 100 билетті қосайық, ол бізде 300. Енді мына 2 кассада 800 билетімізді шыққан мәнен азайта аламыз. Сонда ол бізде 500-ге тең. Яғни бірінші кассада 300, екінші кассада бізде 500 билет болды екен. Алтыншы тапсырма есептерді шығар дейді. Мектеп кітапханасында 12 қазақ батырлары және 15 әлем ертегілер кітаптары болды дейді. Кітапханашы осы кітаптарды 3 сыныпқа теңдей бөліп таратты. Әр сыныпта неше кітаптан алды дейді. Қазақ батырлары бізде 12 кітап, әлем ертегілері 15, таратты 3 сыныпқа. Әр сынып неше кітаптан екенін белгісіз болып тұр. Енді бұл жерде бізде 12 кітабымызбен, яғни қазақ батырлары мен әлем ертегілерінің кітаптарын қосайық. Сонда бізде 27. Енді шыққан 27 мәнімізді 3 сыныпқа бөлдік, бөліп жіберейік. Сонда 9. Жауабы бізде әр сыныпта 9 кітаптан алды. 7-ші тапсырма сызбалары бойынша амалдарды орында дейді. Бірінші бізде 32 қосылған 23, шыққан мәніміз бізде 55. 55-мізді жазып қойық. Енді біз 55-міздің 19-мізді аламыз, ол бізде 36-ға тең. Келесі 8 бөлінген 2, шыққан мәніміз 4. 4-ті 27-ге қосамыз, ол бізде 31. Келесі 86-міз бізде бұл жерде шығу үшін бірінші 7 мен 5-ті көбейтіп аламыз, 35. Енді содан кейін барып 86-мыздан мына жерде 35-мізді аламыз. Сонда бізде 51-ге тең болады екен.
8-ші тапсырма теңдеулерді шеш дейді. X азайтылған 19, жақша ішіне 19 қосылған 19 тең елу беске дейді. Енді біз X азайтылғаны, яғни мына 19 пен 19-ымызды қосып алайық жақшаның ішін орындап, сонда 38-ге тең. Тең 55-імізді дәл солай жазайық. X тең 55 пен 38-ді қоса саламыз. X тең 93. Енді бізде астын сызайық. Екі мәнінің де астын сызып қойайын. Енді шыққан бізде 93 мән. Бұл жерін X-тің орнына қойып жібереміз. Сонда 93-тен аламыз. Жақша ішіне 19 қосылған 19, бізде мәніміз 55. 55 хесабына тең болды. Келесі 17 қосылған Y тең 47 азайтылған 17 дейді. 17 қосылған Y-мізді дәл солай жазамыз. 47-мізден 17-мізді аламыз, ол 30-ға тең. Енді Y тең 30-дан 17-мізді алып жібереміз. Y тең ол бізде 13-ке тең. Шыққан мәніміз 13-тің Y-тің орнына қоямыз. Сонда 17 қосылған 13 тең 47 азайтылған 17. 17-ні 13-ке қостық 30, 47-ні 17-мізді алсақ 30 мәніне тең болады. 9-шы тапсырма есепті шығар дейді. Анам 4 литр қымыз, қымыздан 3 есе артық шұбат және шұбатқа қарағанда 6 есе кем сүт сатып алды дейді. Анам неше литр сүт сатып алды? Бізде қымыз 4 литр болып тұр. Шұбатымыз 3 есе артық, сүтіміз 6 есе кем болып тұр. Енді біз қымызымыз бен шұбатымызды бірінші көбейтейік. Сонда мәніміз 12. Енді шыққан 12 мәнімізді мына 6 есе кем, яғни бөлу амалы 12 мен 6-мізді бөлейік. Сонда 2. Сонда бізде жауабы 2 литр сүт сатып алды. 10-шы тапсырма тиісті амалдардың таңбасы мен сандарды тап дейді. Бірінші бізде мәніміз 8 шығу үшін 6-на 4-ке қосайық. Сон 10-нан енді 2-мізді алсақ, 8 мәніміз шығып тұр. Келесі, бұл жерде мәніміз 36 шығу үшін 18-мізді бөлсек болады 2-ге. Ол бізде 9-ға тең. Енді 9-мізді көбейтсек 4-ке, сонда мәніміз бізде 36-мыз шығады екен. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Балалар, осымен біздің сабағымыз тәмам. Мен каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау ошағына басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.